дастарханымызға қандай еңбекпен келетіндігіне үңіліп көрейікші. Дүкеннен келдім нан сатқан, наубайдан келдім нан жапқан, диірменнен келдім ұн тартқан, даладан келдім жан-жақтан. Жер анам менің көсілген, дихандар мені өсірген демекші. Бір түйір нанға қаншама адамның маңдай тері сіңеді емес пе? Дүниедегі байлықтың түрі көп, солардың ішіндегі ең негізгісі де сол нан байлығы. Осы орайда біздің ақ дастарханымызға жеткен ұннан жасалатын тағамдарымыздың атасы бидай екендігі барлықтарыңызға мәлім. Сол бидай мен дәнді дақылдарымызды өңдеп, көптеген тұрғындарымызды жұмыспен қамтып отырған ауылымыздың мақтанышы Азия Агрофуд акционерлік қоғамы. 1984 жылы 25 желтоқсанда Азия Агрофуд акционерлік қоғамының негізі қаланды. 1999 жылы Шамалған жем зауытының базасында жем өндіруге арналған құрал-жабдықтар мен әртүрлі сорттағы ұн өндіруге арналған жабдықтар орнатылды. Бүгінгі таңда ұн комбинаты Қазақстанның солтүстік облыстарынан әкелінген бидай дәнін өңдейді. Зауыт жоғары, бірінші сорт және екінші сорт ұн өңдеп шығаруда. Шығарылған ұн өнімімен ауылымызды қамтамасыз етеді және Тәжікстан мен Ауғанстанға экспортқа шығарады. Ұн өндіруден басқа бұл зауытта жүгеріден өндірілетін өнімдер де шығарылады. Қазақстанда жүгеріден карамель шәрбатын шығаратын кәсіпорындар тапшы болғандықтан оған деген қажеттілік артты. Сондықтан 2001 жылы Азия Агрофуд акционерлік қоғамы жүгеріден крахмал және глюкоза шәрбаттарын терең өңдеу зауытын іске қосты. Зауыт ақш, Германия, Италияда шығарылған заманауи қондырғылармен жабдықталған. Зауыт Алматы және Жамбыл облыстарының шаруалары өсірген жүгеріні пайдаланып, крахмал, меласса және глюкоза сироптарын да шығарады. Бұл өнімдерді Қарағанды тәттілері, Баян сұлу, Хамле, май сияқты кондитерлік өнеркәсіп өндірушілері қолданады. Сонымен қатар Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан сынды шет елдерге экспортқа шығарады. Негізгі өнімнен басқа кешен тәулігіне 10 тоннаға дейін мал азығын өндіреді. Мысалы, кебек, ұрық, жүгері қалдықтары, жүгері қауызы. Оның негізгі тұтынушылары Алматы облысындағы мал шаруашылықтары мен құс фабрикалары болып табылады. Осындай орасан зор пайдасы бар ауылымыздың құндылығын насихаттау арқылы жоғарғы оқу орнын бітірген жас мамандарды жұмыспен қамту, жастарды ауылға тарту мен тұрақтандыру нәтижесінде ауылымыздың тұрғындар саны жылдан жылға артып келеді. Өйткені бұл зауыттың біздің оқушыларымыздың білім сапасына, тәрбиесіне тигізер пайдасы өте зор. Мұғалімдердің айтуымен оқулықтан ғана емес, сол зауытта жұмыс жасап жүрген ата-анасының еңбегі арқылы да бала бойында нанға деген құрмет, еңбек еткен адамға деген сүйіспеншілік, еңбеккерлердің еңбегін бағалау сынды құндылық пайда болары сөзсіз. Жасөспірімдерімізді таңдау пәндеріне сәйкес түлектердің таңдаған мамандықтарына қарай түрлі жобалар мен зерттеу жұмысын жалғастыра береміз. Сөз соңында еңбекпен қамту арқылы ауылымыздың демографиялық өсуі мен халық санының өсуіне үлесі бар. Өз еліміз ғана емес, өзге де мемлекеттердің де пайдасы зор. Зауытқа орасан зор табыс тілей отырып, жасөспірімдермен бірнеше жобалар жүзеге асырамыз деп сенім білдіремін.